Семей ядролық полигонынан зардап шеккен Қазақстан Республикасының азаматтарымыз. Қазақстан халқына Семей ядролық полигонынан зардап шеккендерге жеңілдіктер мен әлеуметтік көмек көрсетудің бір жаңа заңын шығаруды сұраймыз. Қазіргі кезде әлеуметтік көмек пен жеңілдіктердің көп мөлшерде тоқтап қалды. Әсіресе бұрын Семей өңірінде дүниеге келіп кейіннен басқа өңірге көшіп кеткен азаматтар мен азаматшалардың әлеуметтік көмегі мен жеңілдіктері тоқтатылып қойылды. Осы Семей өңірінен зардап шеккен ақсақалдарымыз да көп. Қазір содан онкология аурудан тарап жатқан балаларда, мүгедек балаларда көбейіп кетті. Кей мемлекеттерде осындай радиациядан зардап шеккен адамдарға мемлекет қамқорлығын алып жатыр. Біздің де Қазақстан бізді сондай қамқорлығын алса деп сұраймыз. Биылғы жылы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың әділ Қазақстан үшін деген ұран таратқан. Оған біз қосыламыз. Бізде де өкімет қамқорлығына алса екен деп сұраймыз.